Сіздерме ағаларым, Түсіндім. мен Қарағанды облысы Шет ауданы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп-гимназияның жастар бас сыныбымын. Менімен уақыт тауып кездесіп отырғандарыңызға рахмет. Өздеріңізді толығырақ таныстырып кетсеңіздер, қай жерде қызмет атқарасыздар? Рахмет, өте қуаныштымын. Менің аты жөнім подполковник Білал Думан Бұлшанович, 21-450 әскери бөлім командирінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөнінде орынбасарым. Және ол әскери бөлім Жамбыл облысы, Қордай ауданы Отар әскери станцияда орналасқан. Қай жерден тумасысыз? Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Аққыстау кентінде дүниеге келгенмін. Саламатсыздар ма? Менің есімім Абдуалиев Манат Серікұлы болады. Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласының тумасымын. 2013 жылы Қорғаныс министрлігі Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусының түлегімін. 2013 сол аталған оқу орнына түсіп, 2015 жылы кіші сержант лауазым атағымен оқуымды бітіріп шықтым. Қазіргі таңда оңтүстік өңірлік қолбасшылығы Жамбыл облысы Қордай ауданындағы гвардейский қалашығы 21-450 әскери бөлімінде рота сержанты лауазымын атқарудамын. Көп рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Қызметтеріңіз өздеріңізге ұнай ма? Бұл ата-ана қалауы болды ма? Өз қалауларыңыз болды ма? Сұрағыңызға рахмет. Әскери өмірге өзімнің қызығушылығым бойынша келдім. Кіші оқушы кезімнен бастап әскери фильмдерді көріп, әскери адамдарды көріп, аталған әскери оқу орнына қызметке тұрдым. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мен әскери ортада дәрігер болып жұмыс істегім келеді. Ол үшін қайда оқуға түсу керек? Сұрағыңыз өте орынды. Әрине, әскери қызметші болуды армандайтын оқушылар өте көп. Соның ішінде бізде де өзімде жаңағы айтып өткім келеді. Бірінші кезекте жаңағы оқушы кезінен әскери қызметші болам деп, офицер болам деп армандап, сол үшін Қарағанды қаласындағы әскери Талғат Бегелдинов атындағы әскери мектеп интернат оқуға түсіп, соны аяқтағаннан соң жаңағы жоғарғы оқу орындарына түскен болатын. Енді сіз қазіргі таңда бізде әйел әскери қызметшілерді дайындайтын оқу орындар жоқ, бірақ та әскери қызметші болам дейтін қыздарымызға жағдай жасалған. Себебі республикалық Қазақстан Республикасы заңдары да бар. Ол жаңағы сіздер оқу бітіріп жатсаңыз, медицина университетін аяқтап, медицина қызметкер болуға болады. Және де басқа да мамандық бойынша азаматтық оқу орындар бар. Жаңа байланысшы болуға болады, бухгалтер болуға болады. Сондықтан да әр мамандық әскери қызметте де әр мамандық бізге керек. Сондықтан да ондай әскери қызметші болам десеңіздер, ондай ешқандай шектеу жоқ. Сонда қарапайым ғана университетті бітіре береді, медакадемияны, сіздерге барып арнайы әскери курсты оқымайды. Тек бір байқау нәрсе болады ма, ұйымдастырылады ма? Сіздерде мысалы частьта істеу үшін сіздердің? Бізге частьта істеу үшін жаңағы бізде іс жүргізушілер бар, байланысшылар бар, медбикелер бар. Арнайы әскери мамандықтың қажеттілігі жоқ, дұрыс па? Мамандық бойынша жаңағы барып, өзі қорғаныс істер департаментіне барып, өзінің білдірсе, оған жаңағы медициналық комиссиядан өту керек. Сондықтан керекті құжаттарды жинап, қатынас қағазын алып, ары қарай жұмысқа тұрып, кейіннен әскери ант қабылдап, таза әскери қызметші атануға болады. Рахмет көп. Келесі сұрақ қоя Қалай ойлайсыздар, әскер ұнай ма? Бізге әскер ұнай ма дейсіз ба? Солдаттарға дейді. Жоқ. Солдаттарға. Әрине, біздің конституциямызда 36 бабында белгіленгендей, отан қорғау әр азаматтың қасиетті парызы мен борышы. Сондықтан да әр азамат отан қорғауға тиісті, міндетті. Сондықтан да бізде де біздің сарбаздарымызды отансүйгіштікке баулап, тәрбиелеп, ертең елімізге күн туған жағдайда қолына қару алып еліміз қорғайтын азаматтарға
дайындаудамыз. Әрине сарбаздар тарапынан ешқандай өкініш жоқ. Әрине сарбаздарымыз әрқашан дайын, өз ынта жігерлерімен келіп, өз қалауларымен әскерге келіп, болашақта өзінің өмірін отан қорғаумен байланыстырғысы келетіндер бар, әскери қызмет атқарып біткеннен кейін. Соның ішінде жаңағы құқық қорғау органдарына тұрамыз деп, сол үшін еліміздің қорғаныс қабілетін дамытуға келіп жатқан сарбаздар өте көп. Сондықтан да сарбаздар арасында жылдан жылға әскерге шақырып жатқан азаматтарымыз жылдан жылға ұлғайып келе жатыр. Биыл да өте әскер қатарына өте көп сарбаздар шақырылады. Сондықтан біз оларға дайындаймыз, тәрбиелейміз, және де оларға үлкен сенім артамыз. Жақсы, Думан мырза, мен осы жерде толықтырып өтсем деген ниетім бар. Біз интернетті ақтарып, статистикаға қараған болатынбыз. Сол кезде шақырылатын, әскер қатарына шақырылатындардың тек 57% ғана жарамды болып табылады екен. Ал қалған 43% жастар жарамсыз болып табылады. Енді оның не себепті екені нақты ашып жазылмайды. Құр болжам ретінде оқығанымыз болды, денсаулығына байланысты деп. Бірақ бір келемеждеп бұл әскерге бармау синдромы деп жазылыпты интернетте. Сіздің бұған көзқарасыңыз қандай? Енді әскерге бармау синдром дейтінді жарамсыз деген, бірінші кезде жарамсыз дегенде біз жаңа медициналық тұрғыда айтамыз жарамсыз деп. Себебі әскерге шақыру үшін азаматтар медициналық комиссия өтеді. Сондықтан әр зерделеп, тексеріліп, денсаулығы ертең әскери қызмет барысында ертең ешқандай ауыртпашылық тигізбеу үшін, сондықтан да оған тиісті заңдарымыз бар әскери қатарына алу үшін. Сондықтан сол себепті өтпеген деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Сізден алдын ала біз кездесу жайлы әңгіме құрған кезде алдын ала видео жіберген болатынсыз. Бұл видеоны біз интернеттен ала салатын видео шығар деп ойлағанбыз, олай емес екен. Сөйтсе бұл сіздердің тараптарыңыздан, яғни частьтарыңызды түсірген видео болып табылды, иә? Сол видеомен бөліссек деген ойымыз бар. Экраным көрінді ма сіздерге? Сіздер дыбыстап қосымша пікірлеріңізді білдіріп отыруларыңызға болады. Көп емес, бір 20 секунд уақыт қоямын. Сіздердің чат, иә? Иә, дәл солай. Сарбаздарымыздың ұйқыдан таңертең тұруы, сарбаздарымызға ұйқыдан тұру пәрмені беріледі. Осылай сарбаздардың жағдайы осылай. Бұнау біздің сарбаздардың жатын орындары, казармасы. Ұйқыдан тұрған соң жуыну орнына барып жуынады сарбаздарымыз. Қаттырақ сөйлесеңіздер, естілу қиындау болып тұр. Сағат 6-дан бастап сарбаздарға ұйқыдан тұру пәрмені беріледі. Осы бойынша сарбаздарымыз төсек орнын жинап, жуыну жұмыстарын жүргізеді. Таңғы асқа дейінгі болатын пәрмендер. Осы кезде сарбаздарымыздың күнделікті күнге дайындықтар тексеріледі, киім үлгілері, әр даладағы неге байланысты, ауа райына байланысты, егер суық болатын болса, жылы киімдерін киіп, сарбаздар дене даярлығын орындауға, далаға шығуға. Жаңағы таңертең жаттығуға шығып барған кезде түсірілген болатын. Өздеріңіз көргендей барлық жағдай жасалған, жататын жерлері бар, өздерінің шынығатын жерлері бар. Сондықтан бір жылдың ішінде біз нағыз патриот, нағыз азамат тәрбиелеп шығарамыз. Еліміздің көркеюіне үлкен үлес қосатын азаматтар дайындап шығарамыз деп. Уақыт бөлгендеріңізге алғысымды білдіремін. Өте танымды сұхбат болды деп есептеймін. Рахмет.